Ребята, здравствуйте! У нас сегодня урок 12 и 13. Железников чучело. Чучело деген бұл бізде повесть. А оның авторы Железников мырза. Біз бүгін осы чучело повестін оқып, және соңындағы работа в группе, топтық жұмыстың жауаптарын бірге талдайтын боламыз. Міне қарап отырсаңдар, мынау бірінші басы, бұл жерде Железников туралы жазылған, бұл жерде Железниковтың өмірбаяны туралы жазылған. Мынау осы Железников деген чучело деген повесті жазған автор. Ал енді қарайық. Бұл жерде чучело деген балалар білсек, ол огородтарда бір ағаштарды қойып қояды, бір адам ұқсат құстарды қорқытыру үшін. Сондай мағына беретіні чучело, яғни қамыстардан, ағаштардан жасалып қойған адам кейпіндегі чучело. Бұл жерде бірінші бөлімде ата кеттіші деп өз үйіне жүгіріп кеткен Лена туралы айтады. Лена өзінің сыныбында, мектебінде болып жатқан әңгімені атасына айтып береді. Сонда не болды екен? Ол 6 класс оқитын Лена деген қыз қалада өзінің атасының үйіне көшіп келеді 6 сыныпқа. Бірақ оны сыныптастары оны мазақтауға көшеді. Оның жан досы болған Дима деген. Ол да бірақ басқалар ренжітіп жатқан кезде оған көмектеспейтін. Оның ішінде Шмакова, Лахматы, Железная кнопка деген сияқты балалар болды. Яғни олардың фамилиялары немесе прозвищелері еді. Олардың барлық именно Ленаға, білмеймін, сол бірінші күн келгеннен бастап оны жақсы көрмей кетті. Мазақтап, кесе берді. Ештеңе істемесе де әп-әдемі қызды. Олардың барлығы экскурсияға шығуға дайындалып жүрген еді. Апайымен бірге Москваға барғысы келіп дайындалып жүрген еді. Олар болса бір жағынан мектепте сыйғызбай, бір жағынан өзі қоғамдық жұмыстарда Ленаны сыйғызбай жүрді. Олар бүкіл класс болып, жаңағы Железная кнопка деген қыз, оның прозвищасы, яғни өзінің аты емес, Железная деген темір адам деген сияқты. Онымен Ленамен ешкіммен сөйлестірмеңдер, ешкім онымен дос болмаңдар деп бойкот жасайды. Барлық осындай неге шыққан кезде, сыртқа шыққан кезде чучелоны көріп, чучелоны, яғни мынау ғой чучело, соны өртеп жібереді. Ал ананы Ленаны суреттен қарап тұрсаңыздар, қалай издеваются, қалай күн көрсетпей жатыр. Мына чучелоға кімнің заттарын тегісіп қойып, көйлегіне Ленаның, оны өртеп жіберді. Ол болса өте қорқып, жан-жағына ренжіп, ешқандай оның арам ойы жоқтығын айта алмады, түсінбеді, балаларға түсіндіре алмады. Сол туралы повестьмен сізге қысқа ғана айтып шықтым деп ойлаймын. Бірақ біз бүгінгі негізгі жұмысымыз работа в группах. Тапсырма бізге сондай берілген, Как вы думаете, почему Железников обращает к теме детства, героями его произведения становятся дети? Неге Железников мырза өзінің повестінің негізгі кейіпкерлері ретінде адамды алды дейді, кішкентай балаларды алды? Неге үлкен адамдардың өмірін айтпады? Оның жауабы міне. Автор хочет донести до ребят, как не следует вести себя, какие могут быть неправильных поступков. То есть, балалар неге алды? Бұл мәтінді, бұл повесті балалар оқып, сол балалар осы мәтіннен оқып тұрып, осындай қателіктерді, яғни өзінің сыныптастарына әлімжеттік жасамауды үйреткісі келген екен. Екінші сұрақ. Какой общественно значимый поступок совершает Николай Николаевич Бессольцев? Николай Николаевич Бессольцев деген ол Ленаның атасы. Ленаның атасы көшіп келгеннен кейін ол коллекционер болды, картиналарды жинайтын еді. Ол осы Лена осындай жағдайын бәрін айтқаннан кейін, класстастары сыйдырмағаннан кейін, өзінің үйі мен бүкіл жинаған картинасын мектепке тарту ете салды.
Соны жаздық. Николай Николаевич Бессольцев дарит свой дом и свою коллекцию картин городу дейді. Яғни осындай ол үлес қосқан екен. Үшінші сұрақ. Чем дорога картина Машка Николай Николаевич Бессольцеву и Ленке? Бессольцевтің, то есть Ленаның атасының Машка деген картинасы бар еді. Картина, ол жерде Машка деген Ленаға өте ұқсайтын болғандықтан, ол Ленаға да, атасына да қатты қымбат еді. Соны жаздық, Өйткені, неге ұқсайды? Өйткені Машка деген картинадағы қыз Ленкаға өте қатты ұқсайтын болғандықтан. Дальше, төртінші сұрақ. Осы повестің соңында, в конце повести Шмакова говорит: «Железная кнопка плачет. Где-то произошло землетрясение». Как можно объяснить эту фразу? Соңында, повестің соңында Шмакова деген оқушы жылайды. Жылағысы кеп тұрады. Ол айтады: «Железная кнопка жылап жатыр» дейді. Бір жерде жел сілкінісі болған шығар, сондықтан жылап жатыр деп айтады. Бірақ ол неге олай деп айтты? Өйткені ол өзі де осы уақытқа дейін жаңағы Ленкаға істеген іс-әрекетіне өкініп жылағысы кеп тұрды. Сондықтан ол жылағысы кеп Шмакованы айтып кетеді. Дальше. Объявить бойкот дегеннің сөздің мағынасы не дейді? 5-ші сұрақта. Объявить бойкот дегеніміз, яғни сөйлеспеу. Бүкіл класс бір адаммен сөйлеспеу қояды. Ол объявить бойкот, яғни бойкот жариялау деген мағынаны білдіреді. Бір нәрсені істеуден бас тарту. Яғни бұл жерде бізде Ленкамен сөйлесуден бүкіл класстың бас тартуы туралы айтылып тұр. Келесі. Балалар не үшін кінәлі деп ойлайсыздар? Олар өзінің досына деген сондай қатыгездігіне өздері кінәлі. Балалар, сіздер ондай болмаңыздар. Бізге Железников мырза осыны оқып тұрып, сондай болмауға тырысып тұр. Келесі сұрақ. Осындай жағдайлардан кейін Ленаның өмірі өзгереді ме? Әрине өзгереді. Оны Ленаның өзі атасында айтады. Болды, менің өмірі бұрынғыдай болмайтын сияқты деп жауап береді. Өйткені ол достарынан бұндай қатыгездікті көрмеген еді. Өзінің сенген досы Димадан да қатыгездікті көрмеген еді. Келесі сұрақ. Бұндай жағдайлар күнделікті өмірде бола ма или фантастика ма? Балалар, бұл повесть өмірден алынған. Сондай жағдайлар болған екен. Бірақ болмасыншы деп бізге Железников мырза жазып жатыр. Тағы да қайталаймын. История, которая произошла с Леной Бессольцевой, случается в повседневной жизни. Күнделікті өмірде де қайталанып жатыр дейді сұрақтың жауабы. Келесі, 9-шы сұрақ. Соңында балалардың барлығы чучело, кешірші біз дейді. Чучело деген жаңа Лена ғой, соған сондай мазықтап ат қойып қойған ғой. Олар неге деп айтты? Өйткені олар өздерінің кінәсін түсінді.